тағалай танымайды ғой сізді. Мен Мейірхан Сапақұлы Әбдіманапов. Енді сол енді Сіз Мейірхан аға сағат нешеде алаңда беспорядоктар басталып жатқан? Енді жаңа Құдай сақтасын, беспорядоктар енді болса 6 күні басталды ғой, 5 күні басталды, түстен кейін басталды, түсте басталды. Сіз қай күні бірінші естідіңіз, что халық жаңағы алаңға қарай бара жатқанын, алаңға барып наразылығын білдірейін деп жатқанын, шеру, бейбіт шеру басталғанын қай уақытта білдіңіз? Содан бастап берсеңіз. Мен енді дұрыс. Үші күні мен неге барам деп жоспарлаған болатын. Қырқы Арон Ардабектің. Менің есігім алдында 3 машина тұрды, полицияның. Мені үйден шығармайды. Шығатын болсам алып кететін. Солай 2 тәулік тұрды. 3-4 күні. 5 күні кетіп қалғанын көрдім. Бұлай интернеттен қарап отырдым, уже халық шығып жатқанын білем, бірақ 4 күні еще өшірген жоқ болатын. Интернет бар. Бірақ шығармай тұрды. Шықсам алып кететін белгілі ғой енді. Содан кейін 5 күні шықсам жоқ. Тіп-тіп бұл 2 сутка тегі 1 минут түн жарымда шықса да тұратын жоқ. Содан кейін тағы қоңырау соқтым жігіттерге. Не болып жатыр? Ойбай, акиматты не қылдық, алаңда алып едік, қайтадан естідім да, шығайын деп, такси ұстайын деп, мен қалада тұрмаймын ба, Қарғалы фабричныйда тұрам, такси ұстайын десем, біреусі жүрмейді. 5-6 такси тұр, қала Алматыдан қайтып келген. Бізді қайтарып жіберді, кіргізбейді деп. Соның 1-2 сағаттан астам машина таппай, ақыры біреусі Алтын Ордаға дейін жеткізіп аламын деді. Жарайды деп, содан кейін Алтын Ордадан да алаңға десем ешкім бармайды. Онда да машина аз. Айтады, жолды жауып тастаған, қалқаманда кәдімгі көлденең жолды бекітіп тастаған, өтемаймыз деп. Соны біреусі айтты, мен айналма жолдармен апарайын деді. Жарайды деп, сонда жеттім. Сонда енді тұсауға жеттім ғой 5 күні. Енді сол кезде халық көп. Мен 86 желтоқсанда да көрдім. Сағат нешеде жеттіңіз алаңға? 5 күн. 1 ма, 2 ма соның арасында. Уже резиденция жақта атысып атты ғой? Жоқ. Онда еще басталған жоқ қой деймін, резиденция. Басталған жоқ еще. Нені көрдім? Әкімшіліктің 1-ші этажындағы терезеден түтін шығып жатыр, өртең. 2 терезеден шығып жатқан көрдім. Содан кейін сол енді мысалға... Енді қаңтар бәрімізге де сабақ болды. Мен жаңағы көрермендеріме түсіндіріп кетейін деген 30% туралы. Сіз аға наводить етпей қойын вопросты. Естігенімді айтып отырмын. Енді жаныңызда болған ақсақалдар, Мұратбек аға, Есенгазин, баршаларыңыз бірінші қарулы күш келген алаңға біздің өзіміздің сарбаздары келгенде сіздер переговорға барып, соны сөйлескеніңізді сол туралы айтып беріңізші аға. Ол шамамен 5 күні болды ғой оның бәрі, 6 күні болды. 6 күні ерте болды. Ертеңсін. Бірінші келген кім? Қандай сарбаздар қай уақытта көрді? Басында білмедік, кейін білдік қой, ол Қапшағайдың қазір бәрін білеміз. Бригада дейді. Қапшағай бригадасы келді. Курмановаға жағынан Сатпаевадан бұрылды да, сол жерде 1-2 БТРі бар ғой деймін. Одан кейін тентпен жабылған Урал ма, сондай машина, солдаттар, сарбаздар келді. Сондай не көп машинелер келді, нелер, солдаттар секіріп түсіп жатты да, жол
бұл жерде кең ғой, Иә, алаң. алаң кең ғой. Иә. Бір басынан екінші басына дейін мына нелерін автоматтарын кезеніп, бір тізерлеп, Иә. бізге қарай Атуға дайын болды. атуға дайын тұрды. Тек қана бұйрық болса атуға Иә. дайын тұрды. Ұзынан ұзақ ана. Одан Соны біз ана 7 адам шықтық, шығайық дедік, ана өзіміз штаб құрған, ана ақсақалдар алқасы деп. Иә. Шыққанда қарасақ біз 7 емес 9 адам шығыппыз. Ана Дариға Рахым деген апайымыз сол қосылды. И тағы бір жігіт, оны кейін білдім, арада бір жылдай өткенде Марат Абдрахманов деген. Ана Фейсбукта ол да белсеніп не шығып жүр ғой. Марат 9 адам болып шықтық. Ана алаң оларға жақындадық қой, мысалға. Туды көтердіңіз. Иә, келіссөзге, переговорға тағы не бір кедергі жасалған бар еді ғой. Баррикада. Баррикада. Иә, типа баррикада. Иә, енді мәшіне өтпейтін. Иә, офистардан табуреткалар, шкафтарды алып шығып ортаға қойып қойған. Мәшіне өте алмайтын. Иә. Содан бір 15 метр ма, 20 метр ма асқан кезде, ана солдаттарға бір 30 метрдей жақындаған кезде, ана командиріне қарай не қылдық қой біз, бағытталып. Төбемізден асыра оқ атылды. Ана 9-ымызда теріс айналып, керін қайттық. Тура менің қасымдағы жігіт құлады, айғайлап дауысы шығып. Сол Марат Абдрахманов. Енді мен мысалға сол жерде енді оқ атылып жатыр, қашуыма болады ғой, бірақ мен ана ешкім мен айыптамас еді мысалға. Оқ атылып жатқанда онда, бірақ өзім арым жібермеді. Мен оны ол ауыр жігіт, мысалға мен сол 65 кило болсам, или 70, соның арасында болдым ғой. Ол енді бір 90 кило. Сонда не, оқ дейді ма не? Жан басына оқ деген ғой. Сонда біздің сарбаздар атты ма? Енді сол маған әлінгі дейін жұмбақ. Оған сарбаздардың біреуі атты ма, әлде снайпер атты ма? Соны мен ойыма келмепті мысалға Мараттан сұрауға. Кейін зерттей мысалға. По-любому ол қай жерден атылды, қай жерден атылды, оны қылмыс жауапкершілікке тартамыз. Енді егер автоматный очередь болса, онда ол мүмкін басқаша болар ма еді, мүмкін. Одан аға мен айтайын дегенім, сіздер бардыңыздар, сіздердің алдырыңызда біздің өзіміздің сарбаз жігіттер тұрды. Қазақ екенін қазақша сөйледі ме ол кісілер? Иә, міне, неден Маратты неден баррикададан асырғаннан кейін біздің сарбаздар екенін қайдан дәлелдеді? Қазір айтам. Кішкене тыңда. Менен 2 жігіт қолымнан алып кетті да Маратты Абдрахмановты. Мәшінеге салып алып кетті. Біз баррикададан тағы да 15 метрдей жерге нетіп, ары кетпедік. Тағы да ақ жалаумен тұрдық. Арада 10-15 минут өтті. Тыныштық. Аналарда не қылмайды. И ана дауыс күшейткішпен полковник айтты, сендерден 3 адам келсін деді. Сонда ол 10-15 минут кейін мен білгенім, ана кіммен, министр, қорғаныс министрі Бектенов. Бектеновпен сөйлескен болу керек. Содан кейін Мұратбек Есенғазы, одан кейін аға сіз барыңыз деді, маған тағы бірнеше, 4 адам бардық. 3 адам деді, бірақ 4-еу болып бардық. Дариға апамыз бар, сол. Содан кейін, сонда полковник айтты. Өзін таныстыр, бірақ есімде қалған жоқ. Аты жөнін, есім. Ол айтты. Мұратбек сұрады. Сіз шынымен қазір бізді атасың ба? Өзің балаларың бар, бауырларың бар, мысалға ағайын туысың бар. Ол айтты, жоқ деді.
ол тағы бір нелерді айтты, ұмытып қалдым. Ана маған әкем осындай не қылған, мысалға халқына қарсы не қылма деген сондай бір өсиеттерді бір айтып кетті да. Айтты, мен білем деді, сендер бейбіт шерушілерсіңдер деді. Бірақ зерттеді деді. Мұратбек аға Есенғазин айтты, тура сіздердің көзінше дүрбімен қарап, бір рет қарап шықты, қарулы ешкімді таппады да, анау алаңда жүрген адамдардың арасынан. Одан кейін уже сөйлесе бастады деді Мұратбек аға Есенғазин. Бірінші зерттеп алды деді. Егер қарулы біреу жүргенде ана жерде оқты атуға полный нелері бар, дайын болып тұрған дейді олар. Бейбіт халық болған соң. Оларда одан басқа да не болу керек, ол тағы себеп мынандай сөздерді де айтты. Мен білем, сендер бейбіт шерушілерсіңдер деді. Мен ана не, біз ондай сұрақта қойған жоқпыз. Ана резиденцияны, одан кейін ДВД жайлы әңгіме қозғалған жоқ. Оны өзі айтты. Мен білем деді. Ана департамент полицияға шабуылды кім ұйымдастырып, кім арандатып жүргендерін. Ана неге де арандатқан кім екенін білем деді. Значит, өздерінің армейский разведка дейді ғой, сондай жұмыс жасайды ғой олар. Оны дейді, біз әңгіме қозғаған жоқ болар. Оны өзі айтты. Тағы айтқан сөзі, сендер бейбіт шерушілер, шеруді жалғастыра беріңдер. Сендерге ешқандай нем жоқ деді. Сонда үміт артып жатыр ғой, оларда бәрі өзгерем екен деп көрдіңіз ба? Солай отырды. Тек бір ескерту деді. Сендердің араларыңда арандатушылар кіріп кетіп, қарулы менің солдаттарымды, сарбаздарымды жазым қылып жатса, бізде қарап қалмаймыз. Онда сендерде зардап шегесіңдер деді. Біз сол жерде қол алысып, бірақ біз осы жерде тұрамыз деді, сендер нелеріңді, шерулеріңді жалғастыра беріңдер деді. Олар бір жарты сағат тұрды ма, бір сағат тұрды ма, қалай тұрды, кейін бұлай тұрған бір көргенде. Адам қайта жиналып жатты, көтеріліп жатты. Бір уақытта қарасам жоқ. Қалай тез ғайыптан пайда болды, солай бірден жоқ болып болды. Сол 30% туралы мен жаңа жеткізейін деп отырғаным. Соның есесіне қорғаныс министрі Бектенов 12 жылға сотталып кетті. 18 жыл. 12 жыл. Мен оның сотында адвокатты мен бауырының несі бойынша, өтініші бойынша сотына да қатысып куәгерлік болған мысалға. Ол кісінің ағайын туыстарына естісе айтарым, марапаттаймыз, біз ондайды ұмытпаймыз аға, білеміз, қылмыс бұйрықты орындамаған, оның бәрін халық біледі аға. Сондайда ол бірінші ОДБК келген жоқ, ол бірінші біздің сарбаздар жүреді. Даже Тоқаевтың да несі болды, ана кімнің соты болып жатқан кезде, резонанс болып жатқан кезде, Тоқаев та резонанс кезінде айтып қалу керек қой бірдемені. Ол сонда бір айтып қалғаны бар. Егер Бектенов бұйрықты орындағанда дейді, онда біз ОДКБ-ға жүгінбес едік деген. Орысша айтты, мағынасы сол. Ал біздің сарбаздар келді, бір сағат тұрды, кетті, одан кейін қанша уақыт өтті? Ол кешке, анау 9 болмай олар келді ғой, иә? Ертеңсіңдер. Ертеңгі 8:30 мен 9-дың арасында болған оқиға болды. Ал ОДКБ әскері кешкі 6:40 пен 6:45-тің арасында. Мына атыстың басталғанда кімнің Әнуар Данияровтың телефонындағы видеода 6:42 ма, или 6:43 ма соны көрсетті. Бірінші оқ атылған. Бірінші оқ атылған. Сонда олар 40-тарда келген. Себебі біз де қайтадан ойладық, сондай нема деп, біз қайтадан шығайық дегенбіз. Алдыға енді жетеуміз, басымыз бірден қосылмай қалды. Кім бар? Уже тағы бірнеше адам алдыға шығып, не патырлатып ата бастады. Переговорға барайын дедіңіз? Барайын деп ойладық қой енді. Олар не бас жоқ, көз жоқ, без разбору бірден оқ атыла бастады. Қасымыздағы адамдар құлап жатты, мен өз көзіммен
бір 7-8 адамның құлағанын көрдім, өлген адамдарды да көрдім мысалға. Ол жерде бір не болды, одан кейін ана монумент бар ғой, соның түбінде тура алдымнан екі қыз, бір жігітті көрдім. Жап-жас қыз, екеуі жап-жас қыз, жігіт тоже үшеуі бірге келген болу керек. Шалқасының бірінің біріне құлаған, көздері ашық, үшеуінің де көздері ашық, жан жоқ. Мен соны көрдім, сол есімнен кетпейді. Көрмегенді көрдік о күндері. Содан кейін сол жерде бір жігіт айтты, ойбай, мына жігіт жаралы. Сол жерде оны әлі білмеймін. Тағы бір жігітті алып шықтым, кіндіктен төмен жағына оқ тиген. Мен бір жағынан ол танымаймын кім екенін. И маған көмектесіп жүрген тағы бір жігіт, оны да танымаймын. Просто жаралы адамды көмектесіп. Соны баспалдақ бар ғой, монумент. Содан төмен түскенде, перилаға келгенде ол айтты. Уже оқ дарымайды ғой, төмен еді, анау алаңда не қылып жүр. Ойбай, бір минутқа тұра тұрыңдаршы деді. Оқ деген жерін көргісі келді ғой дейміз. Бұлай неті сонда көрдім, кіндіктен төмен қуық па соғыстан. Жарады ғой, иә, жарады ғой. Содан кейін ары төменде бір қызыл машине тұрды. Соған жақындағанда тағы да бір жігіт келді да, маған, мен үлкен кісі деп не қылды ғой деймін. Аға, маған беріңіз деді, алып кетті. Бұл енді сол жігітті білмеймін, ол тағдыр қалай болды, кіндіктен төмен, одан кейін ол омыртқаға да тиген шығар, ары не болды оны білмеймін. Маратты тауып алдым, ол аман есен, ол Мараттың айту бойынша ол ауруханаға сол күні алып кетті, ертең-ерте ол жараланған. Оның оғын алғаннан кейін ол бірден үйіне кетіп қалған ғой, ем-домын үйден алам деп. Қайта сол оны сақтады, әйтпесе больницаға барғанда, больницада жатып қалғанда, оны неге СИЗОға алып кетер еді ғой. Сол, қайта мен айтайын дегенім, мына кісілер, Мейірхан ағам, Сағат ағам, бұл кісілер бірінші оқты тоқтатқан адамдар, сол Қаңтар оқиғасында өзіміздің сарбаздарды тоқтатып, түсіндіре алып, жаңағы бұл 200 қанша жертва еді бізде? 238, ол ресми. Иә, одан да көп болар еді, егер Мейірхан ағалар несін. Соның өзі көп деп ойлаймын. Ол 238 Қазақстан бойынша дейді. Мысалға, ол Алматының өзінде мүмкін одан асып кететін. Мысалға, Қызылордада ол 200-ге тарта болып қалуы да мүмкін. Мысалға, Алматыдан кейін көп не қылған, ол Қызылорда, одан кейін Тараз, одан кейін Шымкент. Жаңағы көзі жабық деген осы ғой. Қалай болды, не болды, толықтай зерттелмеген, әлде қазде халық наразылы, қазір тұрса тура сол қатені жасайтын сияқты, менің ойымша Мейірхан ағам. Міне, мынандай мәлімет шыққан сол кезде. 5000-ға, 4000 бірдемеді, 5000-ға жуық адам жараланды деген. Ал мысалға, соғыс статистикасында жараланғанның 3-тің бірі жазым болады уже дейді. Ал даже 4-тің бірі десе де, 5-тің бірі десе де, ол 1000-ға тартып қалу әбден мүмкін. Жаңа өзендегі сияқты ғой, 16 адам қайтыс болды. Иә. Сонымен қалды ғой, сол статистикамен қалды ғой. 16 адам. Ал жазира тәтелерім жаңағы осы жақта болған, нақты болған адамдардың айтады оны, 16 адамға моргта орын ғана бар екен. Ал жаңағы көрген куәгерлер бір полкада 4-5 адамнан симай жатқан дейді. Қайтыс болған адамдар моргта, жаңа өзенде. Ал бұлар сол 16 адамды ғана нетіп отыр дейді. Сонда мен өзім түсінбеймін, ағайын туыстары қайда, шығарған жаназалары қайда. Енді ол бір-бірімен байланысып жатқан жоқ қой. Соншама адамның аузын қалай бекітеді деймін да. Жоқ, біз ол мүмкін емес. Мысалға,
неде қанша адам жазым мерт болған қайдан білесің? Иә. Ол Көз жұмық. статистика жоқ қой ол. Ладно, закрыто. Ничего не знаю, никакой. Я мойындамайды ғой. Общественно-политической Қаңтарда да заниматься олар не дают, бел короче. жазады. Иә. Ой, ана не, то есть желтоқсанда апарып жасын көмген жерлер бар деп не қылған, сондай адамды да алып барғанбыз мысалға. Иә. Тауып. Жасырын көрінісі. Иә. Ол немен кетті білмеймін. Мен өзім сол адамды, сондай адамды ертіп барған. Ал моргтан 40 труп ұрылады ал мейірханаға. Сіз ол туралы не дейсіз? Оны да сотрудники полиции не отрицают, что с морга, да, было нападение 20 қаңтар күні, как раз комендантский час болды Алматының ішінде, он простой смертный жасай алмайды. Бәр жерде патрульный машинелер, нелер, посттар тұрды. Сонда 40 труп ұрыла кетті. Сіз ол туралы не ойлайсыз? Не Мен тек қана бір не қылады. Ол 20 ешқандай террорист алмай жүрген президентіміз 40 труп ұрылайды. Қалай? ол ойлаймын, ана козел провокаторлар болады ғой, мысалға. Ол солар. Олар ешқандай неде не сотқа да тартылған жоқ, не олардың ана труптары да болмау керек. Ары берден кейін не деуші экспертиза жасалса, оның барлығы анықталады, аты жөндері. Ондайлар аты жөні, кім екені ешкім білмеу керек. Ол билік өзін өзі әскерлейтін еді оның жағдайда. Оны с подачи властей дейді ғой, или правоохранительных органов. С подачи, скорее всего, правоохранительных органов. Мен еще мына Гресте тұрам, сол жақта көршім больницада істейді. Ол кісі айтады, 4 күні, 5 күні түнде 3 адам қарулы адамдар келді, гражданский формамен. Жаңағы енді шынбы өтірік болған врачтардың өздерінен тағы да бір рет сұрау керек, бірақ енді естіп отырса осының арасында 3 адам, біреусі екеуі жараланған деді, біреу қатты жараланған, біреусі касательное ранение. И ана жараланған адамдарын тастап, бір адам тастап оның жанына 2 күн бе, 3 күн бе сол Грестегі больницадағы врачтар қараған анаған. И одан кейін өздері соны салып алып кетті дейді, неизвестное направление забрали. Сонда олар қарулы, вооруженный адамдар дейді. Сондай, да? Одан кейін сол 5 күні түстен кейін 2000 адам зектор түрмеден босатылды ғой. 5 күні 12-ден асқан кезде Тұрғынбаевтың бұйрығы шығады. Шерушілерді ие бола алмағаннан кейін арнайы спецоперация дейді ғой, Гонг деген спецоперация жарияланды. Вот соны құпиясын ашу керек. Гонг ол полицияда спецоперация Гонг осындай жағдайда. Одан кейін ұлттық қауіпсіздік комитетінде Набат деген спецоперация. Вот сол Гонг пен Набаттың несін құпияларын ашу керек. Ол арандату түрмеден де солдан кейін шығарылды мысалға. Гонг жарияланғаннан кейін. Бұның барлығын следствиесі жүреді деп мен сенімдімін. Бұның барлығын қайтадан іс қозғалады, жауапкершілікке тартылады адамдар. Мен өз көзіммен көрдім, өртеушілер бар ғой. Провокаторлар, неге алаңға келді. Бір 5-6 ма 7-8 адам олар. Қолдарында чемоданда тура менің алдында жаңағы стелланың алдына келді, чемодан ашып берді, бөтелкелер ішінде. Бір келкі жап су жаңа пайдаланылмаған бөтелкелер 0,5-тен аз, где-то 400 граммдық шығар мүмкін. 350-ден көбірек сияқты, үлкенірек сияқты. И канистра. Канистрада дайын раствор, несіз құйып жатыр. Воронкасыз. Алаңда ғой, оны мен де көрдім. Тура алаңда құйып жатқан. Иә, да, сондай қалай жерге ағызбай құяды ғой. Сонда әбден жатққан адам ғой, сонымен айналысқан. Мен айттым, не істеп жатсың дедім да.
керек қой, қорғануға керек болады ғой дейді. міне орыстар келе жатыр, ОДБК келе жатыр деді маған. мен оны ОДБК келсе сарбаздар қорғау керек қой бізді. Мен ана кәдімгі біз уже біраз ұйымдасып алған едік қой мысалға. Мен айттым, көздерім құртыңдар дедім. Сен не деп не қандай болды да ана дауыс көтеріп. Мен өздеріне не қылдым. Ана бір 5-6 тоже деп кішкене не қылайын деп еді. Өздері басылып қалды. Мен оларға боқтап та жібердім. Содан кейін ана менің артымда тұрған жігіттер олар таптап кетуге дайын тұр ғой. Соны көрді да чемодандарын бәрін бөтелкелерін жинады да тайып тұрды. Бітті. Содан кейін оларды көрген жоқ. Ал егер не қылмаса, Ақмашне, мен ана өзімнің іс бойынша полиция қызметкерлеріне жеткізмей қойдым. Алаңға мен жаңа белсенділерді босатуға кетіп қойдым. Бөгелегенде сол алаңға мен қайтадан сағат 8 мөлшерінде келдім. Түн болып тұрды сол кезде. Уже акиматтан тағы да бір акимат үстінде этаж-этажбен ана оттың жалы тура тағы да 3 этаж сияқты ұшып тұрған. Мен келгенде уже өртеп тастаған бүкіл акиматты. Университеттің үстінен газовый Иә. Сол алаңға келгенде ол провокаторлар мен де көргем. Алаңда бензинға, бутылкаға бензин құйып отырып, мынаны не істеп жатсың дегенде, мен таза бензин емес. Бұл уже коктейль молотова, бензині бар. Арағыңызды көрсеңіз, мынандай ғой. Мен мына кісілер көрсінші, сіздер көрсіңіз, мынандай бутылка, мынандай бар ғой, тура кәдімгідей арақ анау. Арақ водка, дәу бутылка, оны қайдан тауып алған білмеймін. Соны ортаға қойып ішіп отыр екен, ана тарта жарты сағамыз біз мынау деген қазақтың тағдыры шешіліп жатқанда сендер. Мен айтайын дегенім Мейірхан аға. По материалам уголовного дела менде. Мен жаңа қатты кетіп қалған жоқпын ба? Айта беріңіз, сөз бостандық. Демократиялық мемлекетте тұрып жатсыз, қорықпаңыз, құқығыңыз бар. Жазылым. Иә ғой. Одан Дұрыс қой енді. айтайын дегенім Мейірхан аға. Мен алаңға келгенде, мен ана сотрудник полицияларға айтып жүргем, ақ машине жүрді. Мен өйткені ол ақ машинеге не үшін назар аудардым? Маған біреу айтты, ананы аэропорттан теуіп кетті. Ақ машине. Мен алаңған жақындағанда, ол жақта тура сол екеу, отырды, біреу рульда, біреу жанында. Бақырып, шыңғырып, ана жақта департамент полиция жақта біздің қазақтар өліп жатыр, көмек керек деп машинеге тиеп жатқан адамдарды. Кәдімгі енді тиеліп жатқанда, енді адамдық қой ол натуре. Ол жақта департамент полицияда өтен ешкім жоқ, сол шошып отырған қазақтың жігіттері бұларға басқаша келтіріп отыр ғой. Ана жақтан Западтан келді, үйтті, баяғы анау автоматпен тұрады, менің ойымша. Бұлар алаңнан жинап жатты. Сіз ол машинені, ақ машинені көрдіңіз ба? Провокация жасап жүрген. Білмеймін, мен енді сіздер штабпен алаңға нені жақта тұрып, монумент жақта жүрдіңіздер постоянно. Тура алаңның ортасында ақ машинені жіп жүрген. Toyota не бар ғой, тележка арты. Көңіл аударған жоқ, машинелер, көп машинелер. Аэропорттың машинесі екен, соны аэропорттан теуіп кеп, жаңа мен айтайын деген провокациялар жасағаны, жаңа зерттеп отырмыз ғой. Мен енді қамтар оқиғасында енді мен кірсейін енді. Иә. Тура осылай, мына кісілерді сияқты басталып, менікіде. 5-і күні, 4-і күні рұқсат сұрайын. Жаңағы өзімнің охранниктарымнан бастықтарынан рұқсат сұраңдар. Менде арендада машине, маған планды по-любому жабу керек. Машинеден айырылам, жұмыс істеп жүрмін деп, бір сотрудникті отырғызып, 4-і күні мен қаланың ішінде жүремін таксовать етіп. Жанында отырады. Где-то сағат 7-де ма, 8-де ма кешке табан интернет өшіп қалады. Жоқ болып кетеді интернет. Мен Яндексте уже жұмыс істей алмайсың, само собой. Мен анан оқысам да үйге қайтайық деймін, үйге барамын да жатамын. 5 күні тұрып шықсам далаға ешкім жоқ. Сіздікі сияқты сабақта. Ешкім жоқ. А мен уже информациямен владею. На тот момент мен кім екенін білмеймін, бірақ WhatsApp-тан Оян Қазақ бет, қалай группа ашты, бір 1-2 сүші бар, Талдықорған, Өскемен деп, маған жіберіп жатыр да. Ананың арасынан ашып оқысам,
енді сауатсыздық қой. Үй істейміз, ана жақтан былай аламыз, автоматтар аламыз, үйтеміз, бүйтеміз деп кәдімгідей ішінде обсуждать етіп отыр. Ол кезде енді ақыры кішкене жаңа неміз болған соң, саясатта көп жүрген соң мен ана жақта түсіндіре бастадым. Ар жағында бөтен ешкім жоқ. Ар жағында тұрған қазақтың жігіттері. Өзің сияқты надан сол. Тура өзің сияқты надан. Кім полиция қызметкеріне тас лақтырады или зиян келтіреді? Бұл біздің талап 93 жыл конституцияны қайтару, одан кейін конституция ауысады жарты жылдың ішінде. Одан кейін басқа ата заңмен өмір сүреміз. Біз негізгі соған нақты дамып елім келе жатыр. По-любому әзде келе жатыр. Ол тоқтаған жоқ ол даму. И ол ана ата заң ауысқан кезде сіздер жасаған іс қылмыстық іске жатады. По-любому, хоть қазір болсын, хоть ертең болсын. Сондай да. И жаңағы полиция қызметкерлеріне тас лақтырған адам жауапкершілікке тартылады деп мен жаңағы WhatsApp группада айтып отырамын. И сондан ана жақта жиналып жатыр, халық аренада жиналайық дейді, Алматы аренада жиналайық дейді. Мен ананың бәрін информациямен владеть етіп отырмын. Не болып жатқан қаланың ішінде? 5 күні шығамын, ешкім жоқ. И мен бірінші қой алаңға барайын деп отырмын. Машинемен отырамын да алаңға барамын. Барсам адам аса көп емес, 500 адам сондай екен. Бұл қалай дедім, елдің бәрі шуылдап жатқанда. В общем, бүкіл Хантаровский события не буду рассказывать. Түрмеде отырғанда балалардан естігенім бар, толық басынан аяғынан разный очевидцтердан қай жерде кім болған бәрін естіп алып, анализировать етіп, мен ойымша мен аға осылай Алматы арена жақтан бұлар қорған қояды, халық арена жақтан қоямайды. Сотрудников не хватает, кордон құрады. Өйткені мына тыңдап отырғанның арасында мен ісім бойынша полиция қызметкерлері типа мен оларды өлтірем, қырам жоям деп 3 адам келген түрмеге показания беруге. Адвокатым 1 минутқа отвлекаться етті, шыға тұрады да, бұлар алады да жаңағы следовательмен сөйлесіп жатады. Немен емес, ана следовательмен сөйлесіп жатыр да, и қаңтар оқиғасын солардың жаңағы сотрудников полиции естеймін. Енді бұлар маған келгендері Ярый Назарбаевтар ғой, короче. Анам несі көзқарасы дұрыс емес болса жібермейді ғой ондай іске. И бұлар, короче, енді өйстіп айтады. Жарокова Төле биден бірінші кордон қояды екен бұлар. Халық келеді, тіреледі, бұлар шуммен алам деп ойлайды. Арест жасайды, машинеге тыға бастайды. Ойлайды, бұрынғыдай, бәрі қаш кетеді деп. Бұл халық артынан келе жатқан соң бұлардың машинелерін аударап, жаңағы кордондарын сындырады, машинелерінің есіктерін қиратып, ананың ішінен қамалған халықты шығып алады. И сөйтіп бұлар 100 метрге ғана отступать етеді, әуезове де қайтадан соғылады халық. Анау тұрған сайын, балалар тұрған сайын адам көбейіп жатады артынан. Енді арты келе жатыр ғой. Арты келгенде тағы да теседі. И тура солай артқа 100 метр кетеді. Бұлар бірінші құрбандар, қайтыс болған құрбандар. Аллайхана Төле биде атылған бірінші оқ. Қаңтардың оғы негізгі. 4 күні ма? 4 күні атылған. Өйткені менде куәгерлер бар. Заманама ата заңымыз ауысқанда оларды сот несіне тартам. Аттарын да білем. Бұл кісілердің айтуы бойынша бір 20 адамдай газельға тиеп жерген. Уже өлген адамдар. Қайтыс болған адамдар. Ал жаңағы ранение, не қару жарақат алған. Сол жаңағы жанында халық қой сол өзіміз. Одан бұл кісілердің айтуы бойынша қалғандардың раненыйлары да болды. Оларды своим ходом машинемен жібердік деді. И сөйтіп бұлар халық наразылық қылдырып, соғылып, бұлар Фурмановаға дейін отступать етеді, Фурмановаға резиденцияға дейін қашады. И тура сол кезде мен алаңда тұрам, бұл наразылы халық қолдарында штафетник, арматура бізге келеді, тура алаңға келеді. И ана жерде біз тоқтата бастаймыз. Тоқта, болмайды, короче. Таста дейміз, басы тыңдай бастайды. Басында үйіле бастайды. Милицияның каскалары, щиттары, бәрі келеді ғой, короче. Забор, штафетник, куча болып, бірақ үйледі. Орта тура алаңға. Сіздер ана лестница бар ғой, соның жағында үйіп қоямыз біз ана. И бір кезде отступающий
колонналары фурман Сатпаевадан басы көрінеді, и мына жақтан алынып тряпка көрген сияқты тоқтамайды да бәрі жүгіреді, и соның арасына араласып мен де кетемін, короче. Алаңда да шашылып жатты ғой. Ол Каскада шашылып басы жатты. ғой, қой, болмайды деп тастап тызғандармыз ғой. Каскамен жүрді ғой саған. Мен де бронежилеттен кетіп қаптым. Бронежилетті көрдім жатқан. Еще оқтар ана атылмаған. Одан жаңағы өз көргенімді айтып отырмын. Жаңағы переоценка жасағанның өзінде бұлар бірінші өз күшімен тоқтатайын деді. Сотрудников полиции жаңағы неге применять етіп кордон, газовый нелер, в общем, по-разному они сопротивлялись, и сонымен алаңға дейін жеткен соң бұлар сразу түсінді, халық көтерілді, бұны тоқтатамайды, абсолютно бұған күш пайдаланбаса болмайды. Сондай ой келді бұларға. Ал мен айтайын деген, ана кордонда тұрған талай сотрудниктар тура сол жерде шитында, автоматында бәрін тастай салған, әкесінің осыған қорғанған Назарбаев болса деп. И тастап кетіп қалған. И вот сол кезде бұлар түсінді. Сонда шашылып қалған сол ғой. Вот сол кезде бұлар менің ойымша түсінді, что біз бәріміз бірге аламыз қазір, бірігіп кететін. Бұлар команда берді, административный зданияға полицей қызметкерлерін жинады барлығын. Симаған үйлеріне тарап жетті еще. Гресте бір көршім бар, гражданка киіп полицияда істейді. Сол ана симай қалған зданиясынан. Одан бұның барлығы сотрудниктар, вооруженный сотрудниктар неде болған соң, административный зданияларда болған соң, одан кейін провокациямен алысады бұлар. Уже после этого. Жаңағы мен ойымша жаңа қырық тұрып айтып отырған себебім зонадан козелдар шешіп алды деп ойлаймын мен. Ол мен версиям. И өйткені любой опер ананың отпечаткасын алса тұрыптың. Бұл кісі жауапкершілікпен зонада отырған адам. Қалай алаңда Өскеменнен, Семейден, қалай ол бір-ақ сағаттың ішінде мына жаққа жете алады. Это просто бұлар, что если ты богатый, один свой самолет отдай, он по Казахстану пролетится, за 3 часа здесь можно собрать. И провокациями что-то занимались. И сол адамдар, менің ойымша, каким-то образом, по чьей-то глупости попадают в моргқа түседі. И бұларды амал жоқ, ұрлау керек болады, и алып кетеді. И жаңа қаңтардан алған сабағым, бұлар в первую очередь полиция қызметкерлерін административный зданияға тығады, одан кейін провокацияны лақтырады. И сол полиция қызметкерлеріне қарағанда, Мейірхан ағам айтып отырған капчегайский сарбаздар халық өз ел үшін, жер үшін біздікі дұрыс болғанын біле тұра, Қазақстанға реформа керек, өзгеріс керек, көп адамдар, білімді адамдар, мұның жанында отырған ағалардың өздері бұл реформаларға ұсыныс сала алады, содан қорқады билік. И біз бірігіп алам екен деп қорқады. И одан кейін оппозицияда күш бірлікте дейді. Ол күш бірлікте оппозиция ғана емес. Менің ойымша, полиция қызметкерлеріне де касается, біздің сарбаздарға да касается. Өйткені бейбіт шеру деген, менің өзім алған сабағым, бейбіт шеру деген алаңда халық талап қояды, полиция қызметкері 102 вызовпен, преступностьмен бороться не де береді. Егер бізге ОДБК келсе, біздің сарбаздар мен емес, бутылкаға бензин құйып, ол орысты өртейтін. Он мен сарбазын жасау керек. Егер оны әлі жетпей жатса, бұлар мобилизация жасайды. Вот сол кезде мен барам да, сендердің ана генерал, полковниктардың командаларын, потому что я военно обязанный, выполнять етем. И вот сол бейбіт шеру. Сондай да, если даже до глубочайшего тупика они это догонят, мы должны объединиться, короче. Мы должны объединиться, нас это касается, бізді қазақтарды касается. И ол мен сіздерге халқыма жеткізейін деп отырған, ар жағында бөтен ешкім жоқ. Надан өзімнің бауырым. Күштік құрылымдар шерушілерді қуғындау емес, ол қорғау міндетті. Олар міндетті. Ал жаңағы қаңтар оқиғасы ол бізге сабақ. Өйткені бұларда даже несі, мен 90-жыларда тыңдадым, Құдайға шүкір, қазір арамда жолдастарым көп, жазушылар, атақты журналистар, үлкен кісілер міне жанында отыр. Бұл кісілер 90-ның әңгімесін тыңдап отырсаң, бұларда сценарий не поменялся, короче. Не поменялся. Он по одному и тому же сценарию они гоняют, короче. Ол кездегі
спецоперациялары, арнайы операция, метель, метель. Ну там то же самое. А қазіргі Провокаторлар сотрудниктарға тас лақтырады и политрук айтады: видите, это все, короче, с подачи Запада сейчас на то время жаңағы радикально настроенные экстремисты на то время это было, да? Еще наркоманы, алкаши. Алкаши, короче. Тунеядцы, да. Неудачники, Америка короче. во всем виновата. Да, везде у них Америка виновата. Рука Запада. Обязательно. Рука Запада. А то, что сейчас, в данный момент, мысалы, мен даже айтайын деген, мені 6 күні оянып, жаңағы алаңда болып жатқан заттардың бәрін естіп, барымша көмегімді беріп, ішінен балаларды шығарып алып, 7 күні мен бауырымды іздей бастадым көкемді. Сонда моргқа барғам. Моргқа барып опознание жасап, жаңағы ішінде біздің моргта состояние ужасный состояние. Кір ананша. Қандай айтпай қойын, ужас. Маленький, мынандай, тура мынау сияқты бір бөлме, ортасына труптарды үйіп тастаған ғой. Бірінің үстінде жатыр ғой. Аллаш, ананың арасынан көкемді іздеп жүрмін да енді. Человек, наверное, 50, я не знаю, как численность устанавливают. Куча аж до потолка лежала. Ананың арасынан менің есімде де бір кісінің екі қолы шығып тұрды. Ана санитар дейміз ғой. Мен жалғыз емеспін ғой. Ана санитар келеді, ана қолынан тартады. Шылқ кетіп шығады. Мұрны бәрі езіліп қалған. Қатқаған ғой, сен экспертизаны өткізіп, общий кучаға тастай салған, короче. Одан ана департамент полицияда ана жігіттер соғып отқанда, соны өзімше ойлап қоямын. Бәрінде Алла тағала жақсы болса жаман болса жақсысы да бар деп қоямын. Сонда ананың арасында жақсыны іздеп жүріп, қазір өлтіреді, ана кучаға апарып тастайды, зато үстінде жатамын дейді. И должен же быть какой-то плюс, короче. Сондай да. Ужасный событие, конечно, но бәріміз сабақ алуымыз керекпіз, бірігуіміз керекпіз, ағайын. Мынаны тыңдап отырған, біздің арамыздағы ағайын қайтарым қара бетіміз бар, ақ бетіміз жоқ. Мені соғып тепкілеп өлтірем деп ойласа да, арасында құтқарып қалғандары бар. Вовремя көтеріп апармай, соқтырмай, одан кейін әбден ит тепкімді бергенде екі қабырғам сынып, өз аяғымен жүре алмай қалған мен. Сонда екі адам көтеріп келе жатады, екеуі екі жақтан кешірім сұрап отырған. Бауырым, ренжіме, біз емес, короче. Барынша сен нетіп көрдік, енді осылай болды, анау деп. Сонда ана төмен түскенде даже мен ана ИВС-тің бастығы Дархан болатын, ол кезде мен киоскам ғой. Сол кісі кабинетіне отырғызып тұра кешірім сұраған мен. Дархан, ренжіме, арамызда бұндай адамдар көп, ол сені оқпайтындар көп, ол сені түсініп атқан жоқ деп. Сонда мен жаңағы мені соғып өзінше показания алайын деген Касиманов следователь, Салаев бетіме түкіріп жүрген, короче, сен соғып үшін барлығы болып жатыр деп. Литвинова, барлықтың фамилияларын білмеймін. Литвинова вообще ужасно. Женщине такое вообще не идет. Ходила, избивала всех, короче, теуіп, скоты, сволочи, там, типа, сендер сияқтылы албастылардың барлығын асып өлтіру керек деп айғайлап жүрген Литвинова қазір подполковник болып кетті. Салаев зам Наурызбайского РОВД болып кетті. Господин Касимановты білмеймін, мынандай синягымен жүрген қантарда. Одан кейін түрмеде маған кездесті. Я вот просто, я эти осы біреу фамилияларды атап отырып, мен Алламның алдында сіздерге өздеріңізге сұрақ, сол күні мені соқтыңыздар, сол күні барлық свидетельдер дейтердіңіздер, жолдастарын, дұқтарын тексердіңіздер, маған показания берем екен деп. Сонда телефонымды зерттедіңіздер, бір қылмыс таптыңыздар ма? Бір қылмыс соның ішінде, соның барлығы. Мен телефонымда даже ашылады ғой, просто коды да ештемесі жоқ. Мен даже қазір мысалы сөйлеп отырып, бір қылмыс, жаңа призыв болу мүмкін қылмыста. Одан кейін дискриминация президента даже может быть, материться, если будешь. Тоже преступление, между прочим, по законодательству наказуемо. Соның барлығын хотя бы бір не табасыздар ма? Сонда бұл қазір жарылайын деп тұр, жан-жағымыз қантар, бұл әңгімесі біткен жоқ. Мен мысалы айтайын деп отырған, мына кісілерге көрсетіп отырмын. Бірақ мына кісілердің арасында талай жазушы ағаларым жоқ, талай профессорлары жоқ. Олар менімен бірге
мен ол кісілерді танимын, күннен күнге танысып жатырмын ол кісілермен. Өйткені ол маған рух береді. Өйткені маған мысалы үлкен кісі мына Мейірхан аға сияқты кісі сенікі Дархан дұрыс демейді. Ол кісі өзінікін айтады, менікімен сәйкес келеді. Сонда соның барлығы рухтандырады мені, например, жолым дұрыс екеніне. Менікі рас. Бізге бостандық керек қазақтарға. И ол мына әңгіме Қаңтардың әңгімесі біткен жоқ. Полиция қызметкерлерін айтып отырмын. Біткен жоқ. Оның бәрін қайтадан жарылады. Сіздер қайтадан административный зданияға тығады. Қайтадан провокаторларды лақтырады. Есть какой-нибудь другой сценарий у вас? Другого нету. Абсолютно невозможно другой прогнать. Это только полицию запереть и все. Полиция қызметкерлері қалаға ие болмаса, одан кейін мына провокаторлар просто акиматты өртей салады. Ал ұрлайды ол магазинге баратынға. Мен 100% немін, уверенмін, оған провокаторлар керек жоқ шын айтамын. Ол анау хаос басталғанда керек бастап береді. Басында бастамаса да болады. Түрмеде аға, мен ана 188-ші баппен сотталған балалармен сөйлесіп, жаңағы сөйлесіп отырып, наводящий вопростармен сұраймын, қалай болды, не болды. Сонда ана қылмысты оны ешкім қолынан жетектеп или бірдеме көрсеткен ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Ана магазинді біреу терезені шағады, қарап отырады. Сигнализация істейді, ештеме жоқ. Яғни бәрі бір-ақ кетіп кетті ішіне. Сонда провокатор жоқ ішінде. Интернет өшіріп тастаған, онлайн камераның бәрі. Жеткіземайсың, короче, халыққа. Ал мен мысалы әлде жаным, денемде жүрегім соғып тұрғанша мен айтарым, ана ар жағында полиция қызметкерлеріне көтеремессіңдер мағанша. Сол қазағымсың. Жалғыз қазағым, әр қазағын жалғыздың мағынасы бар ғой. Тура сол соқтыңдар, өлтірейін дедіңдер. Бірақ әлі де міне бер жағында тұрмын. Баррикада между нами стоит, ребята, по-любому. Уже все. Власть и народ — это разные вещи сейчас. Өртеушілер бар ғой, ол Мы поддерживаем Украину, короче. Мы поддерживаем Украину. Мы знаем, что через китайскую границу вооружение уходит в Россию, короче. И то, что у нас президент российский где-то, губернатор, короче, и то, что все, что происходит, мы знаем. А это благодаря чему? Благодаря вот этому вот андроиду, коктейль Молотова мен өртеушілерші. Ол міндетті түрде ол провокаторлар, ол оның мамандары ол. Даже ана құйғанда соншама дәлдікпен құяды. И ол растворды жасау үшін оның құрамын да білу керек. Ол қалай пайдаланады. Біріншіден біз айтамыз, біз өз адам Қазақстанда құқығын білмейді дейміз. Ол рас. Өз құқығымызды білмейміз. Мына кісіні жаңа басында бастап отыр, апамды прокуратураға апарып, бұл кісінің ісімен алысу керек негізгі. 3 сағаттан артық істаған ол уже қылмыс. Қылмыс анау жанында преступник болса да, не болса да, жаңа. Алдың күні Самал шатқа жазған, барамыз проводыға. Не? Ол дуисқа прокуратураға заявление жазу керек, тәте. Сосын кейін біздер скорый шақырдық, түнде потом белсенділер. Рақшта, Жәмила, Аягөздер бар үйді, сөйтіп жаңа департаментке жаздық, ішкі істер министріне жаздық, сосын кейін жаздық, парламентке жаздық, сосын тағы бір жерге жаздық, министрге. Сосын кейін скорый шақырдық, мен давлением төмен ғой, қысым көтеріп кеткен ғой. Мен әлі өзім келеме қатты не алдым негізі. Қатты не алғанда айтып отырмын ғой, біздің жаңа қазақтардың соншалықты, жастардың соншалықты жауыз болып кеткені. Мені жаңағы ешқандай балдарын сүрелеп, сондай өзімнің намысым, қорлығым кеп кетті да, қорлығым. Әлі ойыма түссе өзім келе алмаймын шын айтқанда. Жаңағы тіп-тіпте балдар ғой, енді мен соны алдап, апарып, сөзі жауыздық қылып, біздің бұл қазақтар қандай болып бір жатыр өзі. Енді оны мен түсінемін, қандай болғанда. Ол жастар өздерін қатырып жүрім, бір тамаша мынау халыққа жұмыс істеп отырмын деп жүр. Бірақ бүйтіп қарасаң, мынау мінез құлық дейді ғой, енді мен орысшалап айтқым келмейді, психология деп. Мінез құлықтың біздің қазақтың азғындап кеткені, ішінен іріп атқаны. Өйткені мынау 3 ғасырдан бері орыстың саясаты, қазақты жою саясаты. Міне, мысалға қазақты мың өліп, мың тірілген дейді ғой. Бір ұран сөз құсатып. Ол мың өліп, мың неге тіріле береді? Ол алауыздықтан өліп,
бірін бірі. Бұл жерде қазақ мына 37 жыл репрессия жүріп жатыр. Қазіргі күнде қазаққа жау болды. Міне. Ол қалай болды? Мынау орыстардың саясаты қазақты ішінен ірітіп бір-біріне жауықтырып, міне. Сол біздің мінез құлқымыз қанымызға қазір сіңіп қалған. Міне. Сол бүйтіп қарап тұрсаң, адамдар мейірімсіз болып кетті ғой қазір. Сондай мейірімді адамның қазақ десең бәріне кетеді ғой. Бірақ мынау қазір өте қиын болып тұр қазіргі жағдайымыз. Жастарға қиын қазір әсіресе. Біздер мынау бала шағамызды, немерелерімізді ұлттық санамен тәрбиелеуіміз керек. Рухын мықтылауымыз керек олардың. Иә. Рухы мықты жерде ешқандай не болмайды. Мына біздің Жәмила қаңтаршы бүгін анау неге барып, Си-18-ге барып, кеше анау Айдар Мүбәрак аштық жариялап, қазір әл үстінде жатыр ғой. Ол өзі барып, мен сол жерден қашан мына аштығын Айдар Мүбәрак тоқтатқанша мен де сол жерде аштық жариялап жатам дейді ғой. Міне қандай ұрықты жаңағы мына Жәмила Бурабаева қаңтар қырғынында оның аяғына оқ тиіп, қазір өзі жаңағы мүгедек қой, мүгедек. Өткенде не қылған? Оны операция, онкологический кесел болған, операцияда болған. Міне кешегі жағдай, міне Си-18-ге барып, өзін өзі солай етіп, жаңағы Айдар Мүбәракқа хат жазды. Егер де сен мына аштығыңды тоқтатпасаң, мен де аштық ұстаймын деп, сол түрменің алдына барып, өз жерде қойыңшы деп тоқтатып, сонымен үйіне бір түннің жарында қайтты ғой. Сондай ұрықты жаңағы мына аналардың кеше 5-6 ана шыр-шыр етті міне. Шыр-шыр етіп, кеше пресс-конференция өту керек еді. Одан кейін барып жаңағы неге бару керек еді жаңағы. Си-18-ге бару керек еді, прокуратураға бару керек еді. Сол 5-6 ана шыр-шыр етіп жүрді кеше. Міне біздің қазіргі жағдай өте қиын. Мына ұлтпен ұрпағым деп жүрген мына азаматшалар сондай жағдайда кеше сондай жағдайға түсті. Енді Айдар Мүбәрак, енді бұл 20 менің қасымда жүрген мына АЭС жөнінен о кісілерді қазір түрмеге 5-еуін қамап отыр ғой, 7-еуі үй қамақта отыр. Олардың ешқандай айыбы жоқ, бүлдірген еш нәрсесі жоқ. Өзі Тоқаевтың өзі жолдау жасады халыққа. АЭС салыну керек. Енді сонда АЭС салыну керек деп халыққа жолдау жасап отыр. Сонда халық қарсылық білдірді. 98% халық қарсылық білдірді деп ойлаймын. Өйткені бізде интернетті көріп отырмыз ғой. Интернеттік. Сонымен не керек? Қарсы болды халық. Бірақ салынатын болып, өздері шешіп, өздері қойды, халық шешкен жоқ оны. Өзі жолдау жасап, бірақ халық арандатылып қалды. Енді Тоқаев арандату үшін осында етті ма халықты? Бұл зұлым, зәлім саясат. Мынау бір кнопкамен қазақты ұстау. Енді сол қарсылық білдірген, өзінің қарсылығын білдірген кісілер қазір түрмеде жатыр. Олар еш нәрсе білдірген жоқ. Олардың енді 3-ші ай жатты, тағы бір ай қосыпты. Олар еш нәрсе білдірген жоқ, еш нәрсені жарған жоқ, митингіге шақырған жоқ. Олардың құқықтары тапталып отыр қазіргі жағдайда. Олар денсаулықтарда жоқ. Қазір енді қиын жағдайда. 4-ші ай тағы жатады екен түрмеде олар. Мына соққынде денсаулықтар жоқ, біреу сахар, біреу давление, біреу жаңа Айдар Мүбәрак болса асқазанның жартысы жоқ. Міне қандай жауыздық жасап отыр. Енді ұлтым ұрпағым дегеннің барлық сондай жағдай тұр біздің қазақ елінің. Енді араша сұрайым, мен бостандық сұрайым ол кісілерден. Ешқандай айыбы да жоқ, олардың кінәсі де жоқ, дәлелдейтін нәрсесі де жоқ. Өйткені әлегілер ұстап отырған себебі құпия деп. Ол әлі бір жала табылмай атыр оларға. Қалай жабылу керек екен табылмай атыр. Сол ғана. Иә. Ол ашық сот талап ету керек, оларға бостандық талап ету керек тек қана. Ол ешқандай да
құқықтарын таптап, ол бұл кісілерді зейнетте кісілер, ол ешқандай да оларды соттауға, ол құқығын таптауға қақысы жоқ заңның. Егерде соттар, прокурорлар, адвокаттар, егерде мынау заңды белден басып сауаты болмаса, қоя салу керек жұмыстарын. Енді сауатсыз, қазір енді қарап тұрсаң сотында, прокурорыңда мынау заңды белден басып сауатсыздық тірлік істеп жатыр. Міне, сауатсыздық қазір. Енді қарап тұрсаң бизнес. Мынау ешқандай, мен шындығын айтқанда санаулы ғана адвокат бар, мен өзім сенетін. Ал мынау сотың, прокурорың, адвокатың бәрі ауыз жаласқан бизнес жасап отыр қазір осы тұста халыққа. Қиын ғой, көшеге шықсаң бәрі қайыршы, Алтын Орданың жан-жағында қайыршы, қылмысты мекен. Ешқандай жақсы нәрсе көре алмаймын мен қазір бұл қазақ елінен. Жақсы, ешқандай маңлайымыздың қызып тұрған нәрсесі жоқ, ешқандай да. Жердің асты да, үсті де бәрі кетіп жатыр. Енді мынау монаторий бітейін деп отыр ғой, 5 жыл. Мүмкін мынау беті құрысын, мынау Шерзат өлтірді, оның үйін өртеді, оның ағасын өлтірді. Мен ойлап отырмын, өзімнің ішкі жаңағы нем, ойым, оны да мына халықты 2 қаңтар жасау үшін істеп отыр ма? 2 қаңтар болса халықты қырып тастап, жаңа тағы да 10 жыл қорқып отырса, сосын кейін мына жер монаторийда тұр, енді бітетін уақыт келді, мүмкін сол үшін арандатып халықты тағы да қырып тастау, шығармай жер қалған жерінен сатып құрту үшін отыр ма? Мүмкін мен солай ойлап қоямын. Енді қиын біздің халықтың, қазақ халқының тағдыры қыл үстінде тұр. Қыл үстінде тұр тағдыры. Мен бірне 3-4 минут айта кетейінші. Ана не жөнде, мына митингіге рұқсат беру, бермеу жөнде. Ақымдерге не... Бір аптаның ішінде қаралады. Иә, митинг өткізу үшін, немесе жеке шеруге шығу үшін, немесе пикетке шығудың үшін еді, ана рұқсат сұрау керек, иә. Ол барып тұрған заңсыз билікте, иә, иемдену. Ол кез келген ақымда бар ғой. Қазір материал былай жетеді. Мысалға Досаев болсын, Астананың ақымы болсын, Тараз, Шымкент, кез келген ақымды бар ғой. 450-ші, 362-ші, 363-ші, 364-ші, 369-ші баптар бойынша бәрін сотта жіберуге болады. Билікті заңсыз иемдену. Превышение власти. Өздерінің ыңғайына қарай бұл жасап отыр. таза қылмыстық іс. Ондай конституциядан олар сонда, олардың құқығы биік па? Ақымдер не себепті біз шеруге шығу үшін, немесе пикетке, кәдімгі жай пикетке шығу үшін ақымнен неге рұқсат сұрауымыз керек? Ол оған қандай, кім оған құзырет берді? Мысалға рұқсат бермеймін деген. Ондай қандай қақысы бар? Заниматься общественно-политической деятельностью наше конституционное право. Жоқ, мен былтыр 1,5 жыл бұрын ба сотқа берген, мысалға. Ешкім қолдаған жоқ, мысалға. Соны әуел правозащитниктерде білмейді ма? Біледі, бірақ ақым мен ешкімнің істі болғысы келмейді. Оның неге себебі? Ақым ол бәрі президентпен тағайындалған. Ал сол құзыретті президент оларға берген. Заңсыз. Бұл уже президент те кәдімгі заңды да, конституцияны да белінен басып отыр. Это, орысша айтқанда, превышение власти, присвоение власти. Бұл кәдімгі қылмыстық жауапкершілік. Ондай құқықты президент әкімдерге беріп отыр. Әкімдер сол президенттің несімен, пәрменімен, содан кейін әкімдерге мына департамент, полицияның департамент басшысы,
ұлттық қауіпсіздік комитетінің департамент басшысы, прокуратура, облыстық қалалық или сот бәрі әкімге бағынышты қылып қойған. Міне солардың нұсқауын орындайды. Ары берден кейін бізді мысалға 15 күнге немесе бізге айыппұл салады ғой. Сонда қара тергеушілер не жасайды екен? Запрос жасайды. Мынаны әкімшілікке запрос жасайды. Мынаны қалай квалификация жасаймыз деп. Рұқсат берілген ба, жоқ па? Мен оларға айтам, атаң басына сен әкімге жүгінесің ба? Мысалға, мен мысалға шеруге шыққаным заңды ма, заңсыз ба? Не, соны әкім саған мынау заңды, не мынау заңсыз деп айтатын. Ол кім ары берден кейін? Ол кім? Мысалға, Досаев, кто он такой, блин? Жоқ, есть 3 ветви власти, короче. Законодательная, исполнительная и судебная. Законодательная депутаты, исполнительная милиция, полиция, тюремные дубаки, там исполнительная власть. И судебная тут уже объяснять не надо. Талап оппозицияда сол үш ветвті разъединить етіп тастау керек. Бұлардың барлығы мейірханаға бір президентке бағынып отыр да. Бірінші оны разъединить ету үшін жаппай сотқа әкімді, Досаевты сотқа былай материал бар да, бәрінде қолында отказ бар, арыз жазғаны бар, шеруге, пикетке деген, и соған оның қол қойылған отказы бар, бітті, сол жетеді. Соны өзі қылмыс дейсіз ғой. Соттап жіберуге да, и өмір бақи, одан кейін сотталғаннан кейін ол қызмет, мемлекеттік қызмет атқаруға толық тыйым салынатын. Қалай жерде Мейірхан ағамды тыңдамай кеттік, кезінде көше партияның соты болып жатқанда Мейірхан аға жаңағы нені ИСИЛ сотының шешімін көрсетіңіздер дегенде бізге көрсетпей, ИСИЛ соты шешті, сіздерді экстремист қылдырды деп. Бізді балалар 5 жылдан 2 жылдан 5 жылдан 2 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылып, балалар сотталып кеткен. Сонда Мейірхан ағаны так и тыңдамадық жігіттер. Сол кезде Мейірхан ағам айтып жүрген ол решение исильского суда, где оно? Так и не құқықтық баға берілсін, правовой оценка. Ол әлі берілген жоқ. Әлі берілген жоқ. Ол құқықты білмейміз ол қаңтар, жаңа өзенге де 11-ші оғанда құқықтық баға берілген жоқ. Қаңтарға да баға берілген жоқ. Қаңтар деппін ғой, желтоқсанға 86-ға. Оғанда баға берілген жоқ. Қаңтар да не? Қаңтарға да берілген жоқ. Жаңа өзен. Ол ары тарихтық боласа, ашаршылыққа да, неге де 36-37 оғанда баға берілген жоқ. Дұрыс айтасың мен қана. Ең бірінші мына қазір көзі тырсын, мысалға баға берілу керек, мысалға қаңтар, желтоқсан, жаңа өзен, бірінші солардан бастау керек. Жоқ, мен Сахиб Галимна кейін все собрались, бәріміз сөйледік енді. Мен өзі шешем, оппозиционер, Сахиб Галимна. Не надо скромничать. Давайте, с чего началось, рассказывайте. Сахиб Галимна 4 числа на площади даже была. С чего началось? Вообще у меня с 3 лет. Да. Я же ребенок Кармака. 3 перемотаем, это я потом сам расскажу. Сейчас... На вопросы только сейчас. Я сейчас была прямо на ходу, но вот когда после Кантара наших судили в Шигле, вот я на все суды Сахиб ходила. Галимовна, с вашего позволения, сперва представьтесь моим подписчикам, представьтесь, пожалуйста. Я Да. Жанабаева Сақып Ғала қызы. Ага. С 95-го года в оппозиции, является членом народного движения, да? Я сейчас председатель Рабочего движения. Рабочего движения, да. Казахстан, Рабочего оппозиционное движения народное Казахстана. рабочее движение Да, Казахстана. официально документы лежат там, я, в общем-то, но наших, значит, 6 человек убиты, значит, остальных всех выгнали из Казахстана, они пока, по всему миру, их сюда не пускают, и я осталась одна, я спасла своего руководителя,
Я прямо во время суда, ну, в то время столько техники не было, как у вас. Да. Но наш лидер очень сильно готовил нас, очень сильно. И когда мы уходили на операцию по всему Казахстану, никто не знал, куда ты едешь. То есть уже внутри организации мы не знали, кто куда едет и чем занимается. Мы уходили Алма-Ата, Петропавловск, по всем городам и в поезде. Значит, когда мне уже в поезде специальный номер, и там уже было, туда уже привезли все листовки, все, то есть я в руках ничего не держала, и когда я туда приходила, уже все было готово на этих полках, и в салоне была только я. И с первой остановки я уже работала по всем листовке, всем. Во-первых, в вагоне, потом, когда остановка была, я выскакивала, через другую выходила и всем разбрасывала. Но меня уже взяли где-то на какой-то станции, но я уже поняла, что... Сейчас, секунду. Ребята, для тех, кто только проснулся, вот обычно говорят, ну, сразу, ой, она слабая. Неғып былай жасамайсыңдар, неғып былай жасамайсыңдар дейді. Сахиб Галиевна, 95-й год сейчас рассказывает. Да, 95-й год Да. рассказываю, но вот ты прав, финансировали нас профсоюзы, мы были обеспечены. На тот момент профсоюзы работали. Профсоюзы работали, они прямо на наше собрание. Самое интересное, что Винков Юрий Владимирович, он Джарца казак, Джарца орыс еді, наш лидер был, он очень сильный, знал несколько языков, и он ну просто супер готовил. Сахиб Я- Галиевна, хорошо, понятно. Вот такие Я вот. вот вкратце ознакомил, что вы по позиции еще с 90-го года, что еще застали как ТАН, ну, закрывали телекомпанию ТАН. Да, да. Но сейчас мы сегодня в данный момент собрались вспомнить хантаровские события, поэтому, Сахиб Галиевна, вы 4 числа утром встали. И как это все происходило? По вашему... Хантар. Да, Сейчас я хантаровские скажу. события. Значит, меня уже заблокировали где-то со 2 числа, я уже мне нельзя Не было... выпускали из дома? Нет, не выпускали. Стояли сотрудники полиции Да, во дворе? сотрудники, там было 6 машин, Мгм. я не поняла, а там как раз она, Арона. Асового Да, Арона вам. да, Арона Аска Табеги. шақырды, но я уже не могла выйти. Мгм. И потом, значит, когда я с балкона с 5-го этажа посмотрела, я уже посчитала 6 машин. Мгм. Я уже не смогу Арон нанести баруга. Потом я в конце, они постучали в дверь и говорят, если вы хотите за продуктами, мы повезем, то только вы не можете одна идти. Я говорю, ну давайте. И я пошла, продукты купила. И когда я продукты купила, смотрю по Толеби масса людей, молодежи. Все идут. Ну это рядом с вами. Да. И я тут уже подготовилась, что надо присоединяться. Потом этим говорю, вы когда уйдете? Ну, говорит, нету еще приказа, звонок будет, уйдем. Но вы, говорит, не выходите, мы, может, до утра будем вас караулить. Это было Это было вот... Это 4-го, 3-го? было третий. 3-й это ас. 4-й началось. Жоқ, аста басталды. Я. Аста басталды. Аста басталғанда бізді жібермей қойды ғой. Жоқ, асталды уже аста бар. Жоқ, адамдар Адамдар жинала тастады бастады. ғой, уже там. Я кімдер Арона Атабек. Мубарак, они все сол площадьта болғанда Уже ұсталды ғой. Арона Алаңда. Атабектің есінде. Сосын, кстати, вы встали, Вот. увидели А потом я стала, они говорят, митингующих. я говорю, уже всю полицию разбирают, вы что сидите, идите. Они говорят, ну приказа нет, когда приказ будет, а потом я через какое-то время смотрю, а тут внук зашел, я говорю, там полиция сидит, нету никого. Как нету никого? Я тут, посмотрю, ура! И я тут оделась и быстро пошла, вдруг Сағадулла. Вот Сағадулла, Сахиб Галиевна, сен жаңғысы ма, жаңғысы ойбай, онда екеуміз жүрейік деп, екеуміз жүрдік. Уже там началось, потом шли дальше, уже прибавляется, потом 2-3 машины полиции, на них напали, на полицейских. Потом там небольшая драка, убийств не было. И по дороге молодой совсем ребенок, школьник. Это 4 числа. Да, и уже видим в крови он.
а потом направо пошли, а потом уже вверх, когда пошли, нас уже дымом стали задыхаться, нас дымом оставлять, но Шумовые гранаты начали бросать. шумовые гранаты, и все. И сонный нафтер не керек, он да, өтті каждая площадь көтілді. Ага. Сол площадь. Төрті күні. Да, төрті Сағат күні. нешеде? Сағат, сол уже біз сағат уже 11, түнгі 11-12-ден кетті. Ага. Адамдар көбейе бастады. Ага. Содан кейін на крыше мы увидели, но я сразу сказала, что это не наши, не казахстанцы. Там, говорю, уже орыстардың или якуты или кто-то. Потому что потом там сказали, да, они оружие по-другому держат, Ага. но они ходили по крыше, еще не стреляли. Содан салтанат келді. Содан ертеңінде біз Конышалин, содан кейін тағы, помните, у Конышалина Апашка была, она сол кісіні прям пиарить етіп нетіп, и вдруг на Дариға нее... Рахым. Да, ол соғысын ұрып жаңағы жерде. Бір балалар келіп соғысын ұрып, соғысынан кейін ол кісіні көрмей қалды. А Конышалин соғысын ұрғанда, содан қорқып, Конышалин отырды да кетіп қалды. Кетіп қалды. Ол ертеңінде тағы келді, приказбен. Содан біз сол жерде қалдық, сол үйге кеткенімізде жоқ, сол жерге нетіп. Содан кейін уже сені көрдік. Нет, это 5-го? Да, 4-го меня не интересует. ты Нет, уже подождите, выручал. меня знаете, какой вопрос интересует? Вы очевидец этих событий, Орыс айта берейін, Иә. вам да маған да более доступный язык. 4 числа люди дошли до площади. До площади. До Сатпаева. Сперва они дошли до старой площади Аблайхан Абдулюби. Потом кто-то дал, что надо идти перед акиматом, короче, акиму надо поговорить или что-то вроде этого, как я слышал. И все пошли на новую площадь, в сторону резиденции. Да. Теперь. Ну, резиденция уже горела. Нет, это 4-го, 5 числа она горела. 4-го она была целая, но когда они дошли, они зашли в акимат же, Сакиб Галиевна, да? Да. Первый этаж зашли, и после этого кто-то сказал, что... Первый, и они побежали на второй, на третий, какая-то толпа. 4 числа это было, да. Потом там уже шнен, біздің военныйларды олар ешкімді тескен жоқ, біздердікі. Смотрю, без шапки, и что-то их бьют, но они никого не трогали. А вот стреляли и били совершенно посторонние сверху. Даже, по-моему, ранили или избиты были это, а потом слева стрельба пошла, потом, когда ты появился, уже спасал наших, мы обрадовались. 5 числа это. Меня 4 число интересует, Сакиб Галиевна. Меня самого не было, поэтому... Біз сол жерде қалып, уже барлығын нетіп, жанында Шумовые гранаты салтанат 4 болды. числа уже применялись. Боевые патроны еще не применялись 4 числа. Жертв, потому что да. 4 числа еще Дым жертв потом не было. ядовитый Жертвы дым был. пошли 5 числа. 5-го. 5-го в обед уже началось уже. И то Ближе к шестое- обеду, да. шестое Ну, было 6-е всё. уже Всех все, да. убивали. Оно было в крови, Кантар уже был в крови. Да. И меня вот это вот 4 число, взятие первого этажа. Сағидоллаға Двери. 4-нде болды, иә? Иә. Сағидоллаға. Сағи Галиевна екеуі 4-нде болды. Вот Сагадулла, он, когда вот дым пошел, Сагадуллу я потеряла. А я уже не вижу, дышать это, и вдруг смотрю, совершенно молоденькие, как школьники. Они начали водой поливать, прям помогать. И потом, идите домой, Апашка, иди домой, а я не иду вперед. Менің бір шыдам барып та, жаңағы шумовой гранат тура аяғының астында жарылмай ма? Сөйтсе талқапты. Кім? Жаңағы құдам. Сөйтсе біреу көзімді ашсам дейді, біреулер сүйреп бара жатыр дейді. Құрсын бұндай митингісі деп, бірінші рет шыққан ғой. Құрсын бұндай митингісі деп кетіп қалдым дейді. А пули, когда они начали уже стрелять... Өмірбекте болды, иә? Иә. Өмірбекте болды. Я даже не знала, я оттуда как раз куда-то ты ушел, кого-то опять спасать. 6-й. Салтанат. Спасать тебя- тот день было много кого, короче. Помните, мы от Тураж вышли, да? И дым такой, мы не знаем, еще нас Да. могли нас не выпустить. Мне в тот день, знаете, повезло, Сахиб Галиевна. Я в машину
ну как на площади, уже Мы лепешкой часов спаслись, они час, были наверное, голодные. или в 12 ночи, 5 число. И я думаю, уже устал, короче. Шаршап кеттім, шын ұйқым келіп тұр. Одан аламда Сахиб Галиевнан, машинеге отырғызған Салтанат Хамзинан оған операция жасаған. Қонай менімен бірге жүрді. Қонайға отыр деп шөуін отырғызам да машинемен. И тут Сахиб Галиевна говорит, давайте, говорит, до тети Томы съездим, поселок Абай. И вот бағымыз бар ғой, мына қаланың ішімен кетейін дейміз да, сол кезде Сахиб Галиевна айтады, мына Аль-Фарабимен тез ғой дейді. И мен разворачиваться етемін да, Аль-Фарабимен үстіңгі жолмен Абайский дачаға кетіп қаламын. Да. Мы отырамыз, жаңағы енді жаңағы іштен жарып бара жатқан талай заттар бар ғой, айтатын бәріміз отырып бөлісеміз. Одан кейін қой қайтайық дейміз да, машинеге отырып мен Сахиб Галиевнаны апарып тастаймын деп Ташкентскийге атып шығамын. И вот сол кезде бәрін түсінеміз. Анау надандық жолды жауып тастаған, Россия қайда, Чимкент қайда, түсінбейсің ғой. Жолға бірдемелер тастап тастаған. Қайта мне повезло, то, что в машине сидел вот с такой бородой Қонай, на старика похожий. Сахиб Галиевна и Салтанат женщина. И аналар есікті ашты да, қайта бардачогымды ашқан, багажникті ашқан жоқ. Багажникті бронежилет жатқан. Жай мынандай қарапайым халықтар ғой. Шашылып жатты ғой алаңда. Иә, шашылып, автобус өртенген, одан ақырын, в общем, айналып Ташкентке қашамыз. Полицияның өзі. Айналып Ташкентке қашқанбыз, Ташкентке жауып қайта айналып шығамыз, сөйтіп отырып. Сахиб Галиевнаны үйге апарғанша бүкіл Алматының барлығын көріп шыққанбыз. Помните, сгоревшие машины по дороге, автобусы. Каска киіп алып. Иә. Бір жаңағы енді қазір бәріміз еске салып күліп отырмыз, бірақ күліп отырған жағдай емес, енді расында да. Бірақ енді өз басымыздан кешкесін, ол деген жаңағы айдайын деген. Күліп отқанда бұл күлерімізді, жыларымызды бірге айтып отқан әңгіме ғой. Иә. Сақталды ма жоқ па, мен бір рәзімке оқып бар ғой, оларды шашылып жатты ғой, кәдімгі 12-ші кәдімгі мылтық бар ғой, сондай не сияқты. Доп-домалақ рәзімке оқ, жалғыз оқ. Сондайдың біреуін қалтама салып алғам, ол сақталды ма жоқ па білмеймін. Жұмысқа барамыз ғой, біз жоқ па. Ал, ағайын баршаларыңызға бүгін жиналып отырған қантаршылар. Давайте сфотографируемся. Мейірхан ағам, әтеммен отыр. Америкадан келіп отыр, осы барлығымызды жаңағы әңгімен жиналып отырғасын, бұл кісі қалай болды, сол біз көрген адамдардан сұрап алайын деп отырған себебі. Сол ағайын баршаларыңызға қайырлы кеш, біздің уақытпен отырмыз. Теперь про Арона скажу. Когда нам сказали, что Арона вывезли из тюрьмы, мы же все побежали, Арон, деп неге? Аэропортқа жүгіріп келдік, и вдруг ко мне подошли, Сахиб Галиевна, можно отойти, да? Потом говорит, мы получили, в общем, сигнал, Арону сделали 7 уколов в голову, в мозг. Его, говорит, везут оттуда уже с этим. Так что идти бесполезно. И не деді ғой, сонда анау Конышалин, сонда барып етіп. И мы тут говорим, уже бесполезно туда идти. Уже басына 7 укол жасаған уже түрмеде. А он не собирался, он требовал, что я здесь умру. Я отсюда не выйду до тех пор, пока не будет суда, пока я докажу, и вы знаете, да, не оправдаете, потому что я никакого отношения не имею. Потому он же не убивал. Он, наоборот, спас этого человека. Видите? А эта провокация была Касымова. Это всегда с нашей власти. Все, ребята, всем доброго вечера. Будут новости, скоро